Бауырсақ каналыма қош келдіңіздер. Осылай фаршты күрішті пісіріп алдым. Жуаны бір жуан езіп, бәрін тұз бұрышын салып, араластырып, осылай фарш жасап алдым. Ал енді бұл фарш дайын. Қоя тұрамыз. Енді кабачкиді аламыз. Кабачкиді осылай бір келкі ғып, ұзын ғып кесіп аламыз. Пышақпен де кесуге болады. Теркаларыңыз болса, теркамен де бір келкі ғып кессеңіздер де болады. Енді осы дайын болған кабачкиді фаршын салып, бәрін жеке-жеке осылай орап аламыз. Ал енді осылай орап шықтым да, сковородкаға бәрін тізіп шықтым. Енді бетіне құятын соусын дайындаймын. Оған бір томат қасыққа оливка майын құйып, тұз бұрыштын салып, 200 грамм су құйдым да, бәрін жақсылап араластырып, бетіне құйып шығамыз. Дайын болған соусты бәрін құйып, пешімізге қойып пісіріп аламыз. Әбден піскенше дейін осылай тарелкамызға тізіп салып, ортасына мен қаймақтан соус жасадым. Қаймақ, сосын бір қасық горчица салдым, укроп салдым да, ортасына қойдым. Өте дәмді шықты.